Қайырлы күн қыздар, бүгін біз мясо по-тайски пісіретін боламыз. Оған керек заттар ет. Етті мынадай тонкий қылып кесіп аламыз, турап. Одан болгар бұрышы, помидор, қияр, жуа керек болады. Енді турап аламыз. Жуаны да осындай ірі-ірі қылып турап аламыз. Чеснок керек болады. Чеснок тураймыз. Пошла. Шамалы ғана май құямыз. Менің етім тұздалған. Сіздер свежий ет пайдалансаңыз да болады, тұздалған ет пайдалансаңыз да болады. Тауық етінен де жасауға болады.
гарнирге күріш пісіретін боламыз енді. Мына 400 грамм күрішті мен салқын суға қайта суы мөлдірегенше жуып алдым. Осындай қазанға пісірген дұрыс, сонда рассыпчатый болып шығады. 400 грамм күрішке 500 грамм су құйдым. Осыны енді 12 минут пісірем. Бірінші тартылдатып қайнап кеткенше астын көбейтем де, сосын қайнап болғаннан кейін басып қоям. Тұз бұрышын саламыз. Ана қазанда менде күріш пісіп жатыр. 400 грамм күрішке 500 грамм су құйдым. Соны тартылдатып қайнап кеткенше астын қаттыға қоям да. Сосын қайнап кеткеннен кейін астын басам. Бұқтырып пісіріледі. Міне біздің мясо по-тайски пісті. Астын сөндіреміз. Крышкасын жаба тұрамыз. Күріш пісіп болғанша. Күрішіміз пісті. Тұз саламыз. Және май саламыз. 50 грамм май жарайды. Піскеннен кейін бір 10 минут астын сөндіріп қоясыз, қақпағын ашпайсыз. Осындай сливочный май салсаңыз, иісі кәдімгідей. Иісі күшті. Осындай рассыпчатый күріш шығады. Суы мол болса, езіліп кетеді. Осылай өлшеп құйып, өлшеп пісіру керек.
свежий укроп, петрушка свежий себіңіздер. Менде свежий жоқ, соны сушеный сеуіп жатырмын.